Сәлеметсіздер ме балалар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 3-ші сынып 62-ші сабақ өнер білім бар жұрттар сабағын өтетін боламыз. Достар, менің каналымда математика, қазақ тілі сұрақтарының жауаптары бар. Егер де қажет болса, менің каналыма тіркеле кетіп, лайк басып, қолдап өз жауаптарыңызды алуларыңызға болады. Ендеше тапсырмаларды қарайық балалар. Бізде берілген тапсырма: Ыбырай Алтынсарин кім? Ол туралы не білесін балалар? Ыбырай Алтынсаринді барлықтарыңыз білетін боларсыздар, иә? Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылғы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білімге бейім екенін байқатты. Көп оқыды, Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григоровпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар жас бос уақытының бәрінде сол кітапханада өткізген екен балалар. Ал балалар, келесі бізде екінші тапсырма түсініп оқы делінген. Өнер білім бар жұрттар, бізде мынадай өлең берілген екен. Ендеше бірге оқиық. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны, 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай, біз де бекер жат балық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, жеркілдеп шыққан көк шөптей жанауспірім достарым. Қатарын кетті алысқай, ұмтылыңыз қалыспай, біз надан боп өсірдік иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды, біз болмасақ, сіз барсыз үміт еткен достарым. Сіздерге бердім батамды. Ыбырай Алтынсариннің өлеңі балалар. Ал балалар, біздегі 3-ші тапсырма өлеңді пайдаланып жұмбақ айтыс ұйымдастырыңдар делінген. Бізде мына жерде бірінші оқушы аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған ол не? Өнер, білім, айтыс өнері. Екінші оқушы аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған пойыздар ғой зырлаған делінген. Ал енді біздің жауабымыз өз уақытын аямаған, өзге уақытын аялаған, білім мен тәрбиені теңдей ұстап, шәкірттің санасына ұялатқан. Өз уақытын аямаған, өзге уақытын аялаған. Барлық адам мәңгі бақи, басын ниетін ұстаз болар, ұлылардың ұлысы. Ал балалар, бізде соңғы 4-ші тапсырма ата-анаң немесе туысыңның атқарып жүрген жұмыстарын есіңе түсір. Олардың еңбегін жеңілдету үшін не ойлап табар едің делінген. Енді біздің жауабымыз: менің анам егістікке ауыр жұмыс атқарды. Мен оның жұмысын жеңілдету үшін техника ойлап табар едім. Ал балалар, осымен біздің сабақ аяқталды. Лайк басып, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Сау болыңыздар балалар.